Сәлем достар, сендер мен Ернар және де Данияр деген бала. Амандасып қой. Сәлем достар. Енді достар, Данияр Кизет деген арнасы бар. Ол каналында 101 нәрсе подписчик, соған 150-ге апарып тастаңдар, енді апара салыңдар. Енді достар, бүгін біз деген енді сіздерге қалай телепорт жасайды деген видео түсірейін деп отырмын. Бұл телепорт жасаудың 3 способы бар. Енді соның бәрін мен сіздерге көрсететін боламын. Ал енді біз видеоға кеттік. Мінекей енді біз деген бірінші способына да келіп жеттік. Енді қалай телепорт алады деген. Енді достар, бұл амалды жасау үшін сіздер деген достарыңыз керек, және достарыңызды қастарыңызға алғыларыңыз келсе, соның астына машина шығарып кетесіздер де, сол машинада ол отыру керек. Сосын F6, F3-ті басасыздар да, сол машинаны телепорттау дейсіздер. Сол кезде мінекей достарыңыз сол машинамен бірге келеді. Мінекей Данияр машинаға отыр. Ал ендеше біз деген келесі телепорт жасаудың амалына кеттік. Достар, телепорт жасаудың екінші амалы, ол үшін сіздер деген F1-ді басасыздар да, мына жақтан өлу дегенде баса бересіздер. Көп рет басасыздар. Данияр, сен де сөйтіп баса бер. Қазір баса бересіздер. Короче, сосын баса бересіздер. Әйтеуір алдарыңызға карта шығу керек, соған дейін баса бересіздер. Қазір енді шықпай жатыр. Енді өйстіп телепорт бару үшін өйстіп өле бересіздер. Өлу дегенде басып, не екен білейін, қазір алдыма карта шықпай жатыр. Ол деген негізі тез шығу керек. Ал енді қазір карта шыққанды жалғастырамыз. Негізі тез шығу керек. Маған шықты. Маған шықты. Так, қазір менде қатқалды кіші күтетші. Так. Достар, мінекей Даниярға шығыпты. Енді Данияр, сен алдына карта тұрса, соны бар ғой. Любой сол картадан бір жерде 2 рет басшы. Қалаған жеріңе. Сол кезде көрдіңіздер ме, Данияр кетіп қалды. Енді қазір мен де сіздерге көрсетемін. Қазір енді мінекей достар, установить позицию деген үстіп карта шығады. Сол кезде сіздер деген, мысалға, мен деген қазір Мерс салонға барғым келеді. Сол үшін мен деген Мерс салонның тұратын жерді таңдаймын. Мінекей. Енді мінекей достар, мен деген Мерс салонынан алып шықтым енді. Ал ендеше осы телепорт жасаудың 3-ші способына кеттік. Достар, осы телепорт жасаудың 3-ші амалы, ол үшін сіздерге осындай не керек? Сіздер деген осындай банкке келесіздер де, банкке кіресіздер. Қазір бұл көлігімізді кетіре салайық. Енді кетіру дейміз. Бұл көлікті маған деген алдыңғы бөлімде бала берді. Сол видеоны көрмесеңіздер, көріңіздер. Ал ендеше Данияр, кеттік. Банкке кіреміз. F6 басып қойын. Мінекей банкке кіреміз осылай. Қазір енді прогружация еткеннен кейін мінекей өйстіп біздің алдымызда 5 есік тұрады. Соның любойына секіреміз. Мысалға, мынау соған жүгіріп келеміз, былай секіріп кетеміз. Сосын біз деген мінекей осындай жақтан қазір прогружация етіп алсын. Әрбір любой банктың алдынан атып шығамыз. Мінекей қазір енді бәрі не істеп алсын, шығып үлгерсін. Енді кішкене кейбір заттар шықпады. Әйтеуір достар, түсініңіздер деген ойдамын. Енді тағы да бір есігіне секіріп көрейік. Енді мінекей енді ортасында жанып тұрған есігіне секірсек, қайда түсеміз? Мінекей біз осы жаққа түсеміз. Бұл деген біздің манаға келген жағымыз ба? Так, сол манау. Жо, достар, бұл деген өзі басқа қала. Енді біз деген тағы да басқа бір есігіне кіріп көрейік. Енді білмеймін, әйтеуір бұл есіктің бәрі апара бермейді. Бірақ бәрі апарады, бірақ кейбіреуі бір жақ болып кетуі мүмкін. Мінекей достар, енді біз деген осылай телепорт жасауды үйретті мен достар сендерге. Ал сендер болған мен Ернар және де Данияр. Давайте. Короче, достар, давайте видеоны лайк қосып каналға жазылып кетейік. Даниярдың каналы ссылкасы описаниеде болады. Және достар, OneWinге кіріп кетіңіздер, сол жерден сіздер деген өте көп ақша ұта аласыздар. Мысалға, 10 теңге салып, сіздер деген 5 теңге ұта аласыздар. Короче, ссылкасы описаниеде. Және де достар, сіздер деген менің промокодымды жазсаңыздар, яғни 04004 дейма, сондай бір нәрсе әйтеуір. Ссылкасы бәрі. Короче, описаниеде тұрады, промокод, OneWin. Енді соларға кіріп кетіңіздер, менің ссылкаммен тіркеліңіздер. Және де ставка тігіңіздер, чемпионат мира енді финал ойында тұр, соған тігіңіздер, немесе кейс ашыңыздар. Короче, сендер болған мен Ернар, давайте.